қолдадым 14 жыл бұрын. Тіпті сатам деп айту емес, ойлаудың өзі күнә деген. Ол балаларға қалатын, немереміз жүріп алатын біздің бір мұрамыз ғой. Бұндай ой, егер ауыл партиясында болса, онда мен ауыл партиясының алдағы шаңырағына шығып кетемін. Сұрақтар бар ма? Мүмкін болар да. Нұр Отан партиясына көзқарасыңыз қалай деп сұрап отыр. Нұр Отан партиясы. Ол партия дегенде мынандай сұрақ болады. Сенің анаған көзқарасың қалай дейді, мынаған көзқарасың қалай дейді. Онда да біздің Қазақстан азаматтары, оның ішіндегі Қытайдан, я болмаса Ресейден келген ештеңесі жоқ. Я болмаса анау ОСДРП бар, оған да көзқарасымыз. Әр Қазақстанның азаматы конституция бойынша өзі партияда бола ма, болмай ма қалау өзінде. Сондықтан да мен әрбір Қазақстанның азаматының өзінің жаңағы несін, қалай ойын ба, несін, ұстанымын қолдаймын. Себебі ол Қазақстанның азаматы. Енді оған кіріп, кім қалай кірді, не істеп жатыр. Расында да біздер ауыл партиясы болғасын қазір. Біздің құрттай ғана көзқарасымыз бар. Мына 30 жылдың ішінде ауылға деген көзқарастың күрт өзгертуіміз керек. Осы жерде мүмкін аздап қайшылығымыз болатын болар. Содан кейін мына ұлттық құндылық бар ғой. Осы мәселеге келгенде жаңағы әлі де олар өздерінің бағдарламасымен жүр, біз өздерінің бағдарламамызды кәдіміз. Себебі президенттер бар, алдына саясатты қояды, я болмаса алдына экономиканы қояды. Экономиканы айтамыз, алдына экономикада саясатты емес, алдында деген тұрған ұлттық құндылық болу керек. Ұлттық құндылығы, ұлттық жаңағы намысы сол болатын болса, біз қазақ ел болып шығатын болсақ, құндылықтан бастау керек қой, тәрбиеден бастау керек. Сол кезде ұлттық құндылығы, ұлттық намысы мықты болатын болса, онда перде болады. Жақсы, түсінікті. Сіздер мысалы ауыл партиясыздар ғой. Ауылға барып тұрасыздар ма? Ауылға барып тұрасыздар ма? Мінекей, кеше келдік қой, осыда күнде шауып жүрміз ғой. Ауылға барып жүрсіздер. Міндетті түрде. Қай жаққа барып тұрсыз? Мына кешенің өзінде мінекей Теректе болдық. Кешенің өзінде мында неде болдық, Зәлеуінде болдық. Мен айына деген 3-4 рет барып келемін. Ауылға. Ол кезде деген 3 түрлі варианттар бар. Мен өзім қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің ішіндегі арнайы жаңағы парасаттылық, адалдық деген жаңағы не бар. Штаб бар. Соның мүшесімін. Мына неге күресеміз біздер? Көзім жетіп отыр. Бұл әлгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік соңғы айтап қой. Әбден барып түсетін жері бар, көбетін жері. Оған неге барады? Неге барады мына біздің азаматтарымыз, өзіміздің керемет балаларымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз неге барады мына сыбайлас жемқорлыққа? Ең бірінші тәрбиенің жоқтығы. Мына ұлттық намыс жоқ, ар ұят жоқ. Ана бір 2000 теңге берсе, соған сатылып кетіп тұр. Содан кейін алтын алады деген балаларының алдында, тума туысқанның алдында, елдің алдында қарабет болады. Мен осы сөз айтамын мен анда. Мына қазір бастап отырған бағдарлама емес, мына ұлттық құндылық деген. Мен оның ішінде жүрмін. Сондықтан да өткенде Сырым ауданына бардым. Әкімі бүкіл жаңағы аппараты барлығы жиналды. Мына жақта деген жасыратын ештеңе жоқ, сыбайлас жемқорлық отыр. Мына жағында мемлекеттік қызметкер ортасында айтам, олай емес. Сіздердің айтып отырғандарың ой бөлек. Соңғы айтам. Менің айтатыным деген мінекей. Ең бірінші бала тай-тай бастағандан ала жұрттаттамау керек деп соңғы өседі. Егер жұмысқа орналасқанда деген айналайын аманатқа қиянат істеме деп үлкендер батасын береді. Жақсы. Ауылдың жағдайын білесіз ғой қазір қандай? Біз ауылға аралап жүрсіздер. Енді ауылдың жағдайын жақсарту үшін не істей аламыз? Ауылдың жағдайын жақсарту үшін жаңа шет жағын айтып өттім ғой. Ең бірінші әлеуметтік мәселе. Жол. Мінекей ана жол жатыр. Біздерге енді барлығы да бетімізге басады. Дей тұрғанменен біздер Еуропа емеспіз ғой. Bir шетінен кіріп, бір шетінен шығып кететін. Бірақ ана салынған жолдар бар ғой, соның сапасы. Ақшаның ұрлануы, сапасы, соның айналып келгенде деген ауылға баратын жолдың өзі, үлкен трассаларда бар. Ауылға бұрылатын бір деген 10 шақырым, 5 шақырым жерге баратын болсақ, ертең күзде, қыста анаған барылмай жатасың жол. Ауылдағы жаңағы тұрмыстық жағдайға енді бізде газ бар ғой облыста, бірақ ауылға жету керек. Соның ішінде әуелде бөлімшелер дейміз ғой. 20-30 үй бар жерлер. Сол жерде қазір мына мектептер жабылып жатыр. Жоқ болып кетті. Сол жердегі анау жаңағы біздің мына денсаулық пункттеріміз бар, медпункттеріміз кетті. Ал ана жерде аптека жоқ қазір. Аптека ұстайтын адам жоқ. Неге десең ол парацетамолмен айырмашылығын білу керек қой бергенде. Бірақ ол ана ақшаны ананы ұстау үшін тағы оған ақша керек қой. Ол біздер тек қана мал ұстап отырғандар, ананың бәріне соны ұстап тұру керек қой. Мінекей қазір мына жаман ауру келді ғой. Қайта Құдайға шүкір алыста болды біздер ана ауыл осы мәселе.
ауылдағы тұрмыстық жағдайды, тұрмыстық әлеуметтік жағдай бар, мысалы деген дәрігер болсын, мұғалім болсын, кім ауылда істеп жатыр, мына олардың бәрінің еңбек ақысы мына қаладан 2 есе артық болу керек. Жағдай 2 есе артық болу керек. Неге десең, бізге нан менен ет керек болатын болса, енді бізде де айтады ғой, мынау азық-түлік қауіпсіздігінен бар. Аштан өлуіміз мүмкін. Әлге былай емес, шетелдіктерміз. Сондықтан да ауылға асыраушы ретінде қарау керек. Әкең шешең сияқты қарау керек ауылға. Сондықтан да ауылдағы жағдайда мына бюджеттен бөлінген ақша ауылға толық жету керек. Әрі ол дұрыстап бөліну керек. Мына қазір біздер мына аманаттың бірінші бетінде тұр. Қайдағы жоқ, Құдайға керек жоқ, бір үлкен проектілер бар қайда. Адамға керек жоқ. Олардың бәрін қою керек. Ауылға бөлу керек. Мына отырған әкімдер отыр бәрі шалқайып салып. Мында сіздер көрдіңдер ме отырышының қандай екенін ішіне кіріп? Әлде кірмей жүрмін ішіне? Сіздер мына көріп отырсың ғой мен. Біздер ауылда өскен жігіттерге осы дастарханның басында жарайды, бір жерде отыра береміз. Яғни менің ештеңем кеткен жоқ қой. Ауыл партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасымын. Менде көшеге шығып осы отырысында алып шығамын. Ештеңе етпейді. Автобус беріп, ештеңе етпейді. Не олар? Олардікі алтын ба бәрі артық? Яғни анадан бөлінетін мына үлкен қаражаттар осының бәрі ауылға бөлініп, ауылдағы жағдайды 2 есе түзеуіміз керек. Біздер 2 есе әрге қаламен тең қылсаң, ауылға ешкім бармайды енді. Содан кейін барып, мына білім саласы бар ғой. Колледждер, мына диплом сатып алып, өзім көріп жүрмін ғой. Ал ауылға баратын, мына грант береді ғой мында. Жаңағы мысалы 60 балаға деген грант береді, Жаңғыр қанатына көрсетіне. Оның 50-і қыз қалада оқып отырған грантқа. Ол ауылға бара ма, байға шыға ма? Үкіметтің ақшасы, біздің ақшамыз ғой үкіметтің кетіп отырған. Одан да неге біздер 20 бала дайындамаймыз керемет ауылға? Мінекей осындай ауылға деген көзқарас бекен айта берсең деген мен жүрегім ауырады уже. Жақсы, түсінікті аға. Енді мына әңгімеміз тамамдалып жатыр, сұрақтар жоқ деп жатыр. Енді мына көрермендерге не айтасыз өз атыңыздан? Өз атым айтатыным, енді көрермендерге мынау қазір біздер осы ел аманаты деген жалпы ұлттық сауалнама жібердік. Шет жағын көрсетіңізге. Бұл жерде мынау компьютер жоқ, телефоны жоқ, жаңағы адамдарға арнайы істеп жатырмыз. Содан кейін барып тұрып, неге қазір екінің бірінің қолында телефон бар ғой, екінің бірінің қолындағы телефон. Мінекей, ел аманаты деген мына жалпы ұлттық сауалнамамыз бар. Сіздер дайындаған? Ол Фейсбукта да бар, ол ел аманат деген любой жерден тауып алуға болады, поисковкадан. Ел аманат деп жазсаңыз шығады. Осы шыққаннан кейін, мінекей, мынау бірінші мемлекеттік бюджетте қаражаттың тиімсіз бағдарламаларға миллиардтап жұмсауын тоқтатып, халық мүддесіне бағыттау аманат. Өте орынды десе, онда мынаған деп басады. Ал жаңа әлеуметтік саясатқа қалыптастыру, әсіресе жәрдемақыны әр балаға төленуін қамтамасыз ету. Мына қайдағы жоқ, біреу бай, біреу анау дейтін жоқ. Бұл нағыз коррупцияның батып тұрған жеріне жол ашу деген сөз. Бала дүниеге келді ме? Жәрдемақы, жаңағы өзінің еншісін беріледі, 18-ге дейін. Сонда түгел болса, оны ішінде анаған берем, мынаған бермеймін деген теріс пиғыл болмайды. Ол баланың өзінің қазақ айтады ғой, қойын негіз тапса, бір жусан аш шығады деп. Дұрыс па? Сол мәселе. Енді мынау жаңа әлеуметтік саясатқа қалыптастыру, әсіресе жәрдемақыны мынау деп мынаған бастық болды. Жердің шетелдікке азаматтардың сатылуына және жалға беруінен тыйым салу. Аманат. Жаңа айтқан аманат. Яғни бұл бізге берілген аманат. Яғни, бұл да дұрыс екен десе, бастық. Жастарға білімді алуды жұмыспенен баспанамен қамтамасыз ету. Жаңа сіз айтып отырғаныңыз, жастар қалай? Жастар, көктем жастың үй болмаса, жұмысы болмаса, онда біздер қалай қазақ көбейеді? Ол тіпті былай қарапайым түсінікті мәселе ғой енді. Оған былай дейтін ештеңесі жоқ. Осыған қолдау. Енді осылай мінекей тұрақты жұмыс орнын ашуда ынталандыру. Мысалы, сіз бір тұрақты жұмыс орнын аштыңыз ба елге? Яғни осыны қолдау. Біздерде қайта біреу бірдеме ашса, одан балам айтып отырғандай қайтадан сору керек. Қайта ашқанды ынталандыру керек. Қолдадық, дедік. Мінекей осы бағытқа жемқорлыққа енді өзіне жаңа айттық қой, қарсымыз бәріміз. Халықты көп тұтынатын тауар түрлерін өндірушілерді қолдау арқылы импорттың үлесін азайту.
мына шетелден келетін тамақтан гөрі өзіміздікін. Иә, дұрыс. Иә, бұл өзімше деген дұрыс деп отырсыз ғой, дұрыс. Мінекей, шалғайдағы және мемлекет шекарасындағы жақын орналасқан елді мекендерде тұрып жатқан азаматтарға мемлекеттік қолдау көрсету керек. Бұл неге? Мына ең үлкен жаңа жер мәселесіне келгенде, мына қараш, шетелдіктер мына шетіндегі бүкіл гараж шетінде бос жатса, мал жоған жайылып жатырған, егіс жоқ болатын ба не істейді? Көзін ағартады. Көзін ағартады. Біздікі соған елді сонда орналастырып, сол малын бағып, егісін салса, сол кезде оған ешкімнің дау болмайды деген әңгіме. Әлгі құртты жер сатылмасын, әйтпесін, біз көшеге шығып айқайлаудың қажеті жоқ. Дұрыс істеу керек осыны. Тоқталды. Бастырмай. Жоқ, сенде интернет жоқ па? Мұнда бар ғой. Айып қалды ма? Иә. Баланс біткен боларсың, иә? Может, иә, болар. Жоқ, қайтып басталды. Енді жол құрылысы жаңа өзіміздің айтқан мәселе, онсыз ауылға жол жоқ. Оныншы. Шалғайдағы ауылдарға деген қайтты интернетте енді қазір заман солай. Ол тіпті шалғайдағы барлық жерде болуға тиісті. Ол тіпті сөзсіз ғой. Шетелдегі қандастар бар. Оларға жаңағы азаматтық беру мәселесін шешу. Спорт және мәдениет саласындағы тамыр таныстық жол. Мына осы бір қайда жоқ футболмен, мына хоккейге деген алаяқтан келеді, тіпті елге келеу жоқ адамдар. Сосын соны бөлісу, тамыр таныстық соның ішінде. Бір жыл сайын деген шатылып отыр ғой. Біздің Оралда шетеді ғой деген. Кім әлгі спорттың бастығы болса деген жәрмеңке болса кетіп шатылып кетеді. Шындай, мінекей осындай мәселе. Бұл да жаңа сен айтқан иә. Так. Мінекей жаңағы ауылдардағы қазіргі кезеңдегі жабылып, медициналық мекемелер жабылып жатыр. Халық көшіп жатыр дейді, анау дейді, медпункттің бір кісі жоқ. Яғни, мінекей бұл бірінші мәселе, денсаулық зор байлық. Оның үстіне қазіргі мына жаман ауырып келіп, біресе айтады, біздің қазақ сөйтіп айтпайды ғой, екінші толқын келеді деп. Бірақ жаман сөз айтпау керек, бірақ сақ болу керек. Сол жоқ. Осы мәселеде қатты толғандырып тұр. Өңірдегі шағын және орта бизнес өкілдері мен фермерлердің несиелерін пайыздарын азайту мөлшері. Бұл арасында да деген мына 2%, 4% деген бұл бар. Бар, біздің партия Тараз облысында 2%-ға түсірді. Біздің Оралда қайта деген әлгі біреуге подсказ берсең 20 мың теңге ақша беремін деп шығады. Олай емес. Жаңағы жұмыс істеп жатырған жігіттерге үлкен жаңағы қолдау көрсетуіміз керек. Әсіресе біздің Жәнібек, Жаңғала, Қазталовқа биыл қалай жағдайға тап болдық? Су жоқ. Су жоқ. Су жоқ. Неге? Кәдімгі халық жоғының ғой істеп отырғандар енді. Сонда парламентте мұнда отырған адамдар не қарап отыр? Алдын ала салып қоймай ақшаны. Россияға төлейтін ақшасын. Мінекей осындай мәселелерге өте қатаң қарауымыз керек. Сонда кез келген адам ел аманаты деп іздесе, ел аманатын, сосын сіз айтқан сұрақтарға жауап беру болады. Сонда жауап беру болады, сосын ең соңынан өзінің пікірін жазады. Сонда мынау кәдімгі біздің штабымыз бар Түркістанда. Сонда бәрі қорытындылады. Мұнаны біздер былай беріп отырмыз, мынау интернет арқылы беріп отырмыз. Қазір осыған арнайы штаб бар. Арнайы қазір адам бөлінді координатор осы ел аманатына деп. Құрметті көрермендер, көріп отырсыздар ғой, ел аманаты деген жалпы ұлттық сауалнама. Интернеттен іздеп тауып қарауларыңызға болады. Ел аманаты десе болды шығады. Ел аманаты деп жазса жалпы ұлттық сауалнама шығады. Сонда 15 сауалнама бар. Соның жағында өзіңіздің ұсынысыңызды, пікіріңізді жазуға болады. Сосын мынандай не бар, жаңа сіздің сөзіңізге қосымша. Мына біздің ауыл партиясының сайты бар ғой? Иә. Мінекей бүйткенде ауыл партиясының сайты шығады. Ауыл партиясы деп іздесе ме? Ауыл партиясы деп іздесе? Иә. Осының ішінде әлгі кім ауыл не істеп жатыр деген сұрақтарға да бәріне де жауап алады. Кез келген кісі. Осының ішінде бәрі міне. Кірдіңдер ғой? Кірдіңдер. Осы мінекей сауалнама. Маған басып қалсақ, шығады. Енді әлгі ауыл не істеп жатыр десе, осының ішінде тұр ғой мінекей деген. Не жылдан бері. Біздің сайтымыз бүкіл толық ақпарат алуға болады дейсіз ғой. Ешқандай әлгі дәлелдеме, нетте осына кірсін, қарасын, ал барлық жаңағы ауыл, мінекей, қара, ауылда жүрген жігіттер. Жақсы түсінікті. Ауылға бардыңыз ба десіңіз ғой. Біздер тек қана күні кеше ғана жаңа ғана неде болдық қой. Сонда біздің облыста неге бардық? Петербургке. Неге? Теректіге. Теректің Покатиловіне бардық. Сосын барып қасымызда жаңа Лариса Анесов деген бар.
оқытса жаңағы мына ауыл өнімі деген арнайы бағдарламасы бар. Сонда көп балалар деген жаңағы 100 тауықтан алған. Оның 30 өлгеннің өзінде 70 қалды ғой. Сол деген 2 ай жарымда әрбір тауық жем бергесін, бәрімен бергесін 4 килограмм ет беріп тұр дейді. Осы егер біреуі мысалы деген тауық өсірсе, біреуі тауыққа жем дайындаса, үшінші адам мысалы оны өткізуге өзінің күшін салатын болса, мәселе осында жатыр. Ол тек қана тауық емес, үйрек емес, ол малға да, ол астыққа да қай-қайсысына солай жұмыстар істеп жатырмыз. Мінекей соған барғанда, яғни жігіттердің әңгімесін көрдік, зар илеп тұрған жігіттердің әңгімесін көрдік екен. Сондықтан да ол менің Жымпиты өзінің өзі жаңағы мынау Теректі ауданы, мынау Зеленов ауданы, сосын Ақжайық ауданы, ал Қаратөбе мен Жымпиты енді өзімнің жақын болғасын, оған барамын. Жақсы. Менен басқа біздің жаңағы облыстық мәслихат депутаттары бар. Сосын анау саяси кеңестің мүшесі бар ғой, Хабибуллин Мұрат деген азамат бар. Дәрігер, өзі, жаңағы Құсайын Бақтияр деген бар. Қазір Жымпиттің өзіне мешіт салып қойды жақшасына. Өзі қажы, бірақ таза, берген ешкімге айтпайды, әйтеуір халыққа қол ұшын беріп жатыр. Ана өткенде кезеңдерде әуел ана біздерде кішкене қиындау болды өткен наурыз айында, март айында, сосын өзімізбен бастап, өзі екеуміз бастап жаңағы бір ай пенсиямызды айдап жүрдік. Қалған жерге жігіттер айтады. Бірақ мешітке бергенде айтамыз, өзіміз бақылап тұрамыз, ана малды алып келіп сойып беретін ақшалай емес, әріге таратып беру. Ол әлгі біреулер кетті жоқ дейді, ол жоқ. Дұрыстап істесең бәрі орнымен барады. Жақсы, рахмет. Жария сұхбатымыз жақсы өтті. Көптеген сұрақтарымызға жауап алдық. Мен терлеттім ғой. Қысып атсың. Құрметті көрермендер, сіздермен болған бүгін ауыл партиясының Батыс Қазақстан филиалының төрағасы Анесов Мынатаубиік Тауфиқұлы. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет назарларыңызға. Сендерге де рахмет айналайындар. Мына істеп отырған істеріңіз Jaria деген ол тегін жұмыс емес, жазылмаса да бұл бір біздің халықтың мына саяси сауаттан ашу керек болып жатыр. Әлгі финансовый грамотность дейді ғой, саяси сауаттылық. Ал болмаса ішінде жүрмей